Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының айырмашылығы неде? Сабағымыздың мақсаты орта ғасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін, ерекшеліктерін тұжырымдау. Еуропалықтардың теңіз саяхатшысы Фернан Магеллан. Ол 1480 жылы дүниеге келген. Оның нақты туған жері белгісіз. Ол Сарбоз немесе портта дүниеге келген деген деректер бар. Шығу тегі португалдық. Ол 25 жасында жай матрос ретінде Үндістанды басып алуға жорығына аттанған. Португалдық экспедициялар құрамында болған. Ол біраз уақыт Үндістанда қызмет атқарған. Кейін Еуропаға қайтып оралады. Ол кездері Испания мен Португалия арасында теңіздегі шайқас жүріп жатқан. Екі ірі теңіз алыптары мұхитты бөлісу жолында шайқасқан. Осы жолы қақтығысқа себеп Тынық мұхитындағы Малока аралы болды. Еуропалықтар оны дәмдеуіштер аралы деп атайтын. Малока аралы қазіргі уақытта Индонезия мемлекетінің құрамында. Бұл аралдарда негізінен қалампыр, даршын және жұпар жаңғақ өсірілетін. Осы аталғандардың барлығы еуропалықтардың арасында жоғары сұранысқа ие болған. 1511 жылы португалдықтар дәмдеуіштер аралын басып алып, Еуропада дәмдеуіштердің саудасын қолдарына алды. 1521 жылы Фернан Магеллан теңіз саяхатын барысында тайпалар арасында қақтығыста қайтыс болады. Еуропалықтардың теңіз саяхатының нәтижесінде төмендегідей болды нәтиже. Фернан Магелланның тұжырымы бойынша жер дөңгелек деген болжамды және мұхиттар жер шарының біршама бөлігін қамтиды дегенді растады. Балалар, біз мұхит туралы мәліметтерді есімізге түсірейікші. Мұхит, әлемдік мұхит, гидросфераның негізгі бөлігі. Дүниежүзілік мұхит жердегі қоршап жатқан ұлы өзен десек болады. Дүниежүзілік мұхит 4 бөліктен тұрады. Тынық мұхиты жер шарындағы ең үлкен әрі ең терең мұхит. 1520-1521 жылдары Фернан Магеллан дүние жүзін айналу саяхаты кезінде осы мұхитты алғаш рет жүзіп өтті. Жүзу кезінде ешқандай дауылға ұшырамағандықтан саяхатшылар оған Тынық мұхиты деген ат берген. Ең терең жері Мариан шұңғымасы бар. Оның тереңдігі 1122 метр. Атлант мұхиты Тынық мұхитынан 2 есе кіші. Солтүстік және оңтүстік Американың шығысынан бастап Еуразия мен Африканың батысына және Антарктидаға дейін барады. Ол солтүстік полярлық аймақтың оңтүстік полярлық аймаққа дейін созылып келеді. Атлант мұхиты арқылы батыс және шығыс жарты шарда орналасқан елдердің бір-бірімен жалғастыратын аса маңызды кеме жолдары өтеді. Мұхит кеме қатынасына игерілген. Үнді мұхит оңтүстік жарты шардың едәуір бөлігін алып жатыр. Үнді мұхиты суының таза, көгілдірлігімен де көзге түседі. Солтүстік мұзды мұхит мұхиттардың ішіндегі ең шағыны. Ол солтүстік Америка және Еуразия жағалауларымен шектеледі. Оның көпшілігі бөлігін жыл бойы мұз басып жатады.
Қытайлықтардың теңіз саяхатында Чжэ Шэньхэннің рөлі өте үлкен. Қытайдың 15 ғасырдағы Мин династиясының теңіз саяхатшысы 1405-1433 жылдары өмір сүрген. Ұлы кеме құрастырушы Чжэн Хэ. Әр кеменің 2 жыл уақыты қамтитын 7 түрлі экспедицияларды ұйымдастырған. Экспедицияларға 300-ден астам ұзындығы 120 метр кеме, 70-ден астам зеңбірек, сонымен қатар 100-ден аса жауынгерлер жұмылдырылған. Мин династиясы Чжэн Хэ ұйымдастырған экспедициялар нәтижесінде теңіз арқылы нарықтық экономикаларын жоғарғы деңгейге жеткізген. Ал енді балалар, сабағымыздың тақырыбын ашып, мақсатымызға жету үшін келесі тапсырмаларды дәптерімізге орындайық. Бірінші тапсырма. Суретте бейнеленген тұлғалар жайлы қандай мәліметтер бере аласың? Екінші тапсырмамызға көшейік. Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының экономикалық, саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуын талдайсыңдар. Үшінші тапсырмамыз. Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхатындағы сыртқы және ішкі саясаттарына кемінде 2 факт келтіресіңдер. Тапсырма түсінікті болса, орындауға көшейік. Барлық тапсырмаларды орындап болғаннан соң, үй тапсырмасын дәптерімізге жазып алайық. Кітабымыздың 143 бетіндегі 1 мен 5 сұрақтар аралығында сұрақтарды көшіріп, жауабын жазып орындаймыз. Балалар, тапсырманы орындап болғаннан кейін дәптерімізге алақанымыздың суретін түсіріп бейнелейік. 5 саусақ әдісін пайдалану арқылы бас бармақтан бастап, бірінші, не үйренгенімізді, екінші, неден қиналғанымызды, үшінші, қандай жетістікке қол жеткіздік, төртіншіден, көңіл күйіміз қандай болды, бесіншіден, сабақ ұнады ма? Осы сұрақтарға жауапты 5 саусақ әдісіне салайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.